Дүрмек. Авторы Назерке Серікқызы. Соңғы айлар Асланды қатты күйзелтіп жібергені соншалық, таң ата көзілгеннен кеш қарая бірақ оянды. Оны ұйқысынан оятқан, анасының мейірлене шыққан қоңыр үні де емес, әкесінің арқасына салып қалатын дырау қамшысы да емес еді. Көзін ашып, есін жиса, төпкі бөлмедегі ала қараңғы басқан қос төсекте бүктетіліп жатыр екен. Денесі аздап тоңасып қалыпты. Бүрсен қағып, орнынан жаймен түрегелді. Ештеңе өзгермеген. Үйдің іші сол қалпы азынап бос тұр. Осы бір дел сал күйде сыртқа қарай бет алып бара жатқан еді. Ата-анасының бөлмесінде әлдекімнің шкафтағы киімдерді төсекке лақтырып тастап, біртіндеп дорбаға салып жатқанын көрді. Көзін уқалап жақындап қараса, әйел екен. Не істеп жатырсың? Көрмей тұрсың ба? Бөлмені тазалап жатырмын. Киімдерді қайтпексің. Енді үйде өлген адамның киімдерін сақтамайтын шығармыз? Үйдің арт жағына апарып өртеп жіберу керек. Сосын мына сөредегі заттарды лақтыру керек. Өртеген нес? Есің дұрыс па? Бұл менің әке шешемнің киімдері. Аслан, олар енді жоқ. Түсінесің бе? Жоқ. Бос қашан жинаттырып қайтесің? Түсінбеймін. Түсінгім де келмейді. Осыдан бір затты орнынан қозғап, отқа жаққаныңды көрсем. Төф, мә алшы. Ендеше бұл қоқсықтарды өзің жина. Әйтеуір үй ішінен аулаққа апарып тасташы. Онсыз да бұл жердің астан кестеңі шықты. Бір жағын жинап жатсаң, екінші жағы шашылып жатады. Атамның қайтқанына да 2 апта өтті емес пе? Сонда да күніне 100 адам келіп көңіл айтады. Әр келген кісіге дастархан жайып, әбден шаршадым. Ыдыс жуып, үй жинаймын деп, қолдарымның бәрі қап-қара боп, саусақтарым ойылып кетті. Аслан, осы қара жамылғаныңда жетпей ме? Қалаға қашан қайтамыз? Қалаға қайтпаймыз. Осында қаламыз. Қалай сонда? Не деп тұрсың? Біз бұлай келіскен жоқпыз, Аслан. Сенде өзі жүрек бар ма? Менің ата-анам бірінен соң бірі өмірден өтті. Маған оңай дейсің бе? Анамның топырағы құрғамай жатып, әкемнен айырылдым. Қайдағы келісімді айтып отырсың өзің? Үй жинап, ыдыс жусаң, ол сенің келіндік міндетің. Маған дауыс көтерме, ұмытсаң есіңе салайын. Менің аяғым ауыр. Сонда да осы хәліме қарамай, жағдайыңды жасап жүрмін. Маған оңай болып жүрме? Болды, кешір. Айда, менің әбден басым қатты. Соңғы жағдайлар бәрімізді есеңгіретіп тастады. Әлі бұл хабарды Айбарға жеткізуіміз керек. Өткен жолы анамды жерлеуіне үлгеру үшін командирмен де төбелескен еді. Ал енді әкемізден айырылып қалғанымызды білсе, осы жолы әскерден қашып кетуден тайынбайды. Оған бәрібір айту керек. Иә, айтпақшы, Аянат қайда? Білмеймін, тағы да зират басына кеткен шығар. Бәрімізден бұрын соған қиын болды. Қошақаным, не бәрі 11 жаста ғана ғой. Ал оның қайтып оралмайтын балалық шағы күн сайын анамның жастығын құшақтап жылаумен өтіп жатыр. Аслан, болды, жыламашы енді. Өмір ғой. Дұрыс айтасың. Енді жыламаймын. Үйдің үлкені ретінде барлық жауапкершілікті өз мойныма алуым керек. Енді олар тек маған ғана арқа сүйей алады. Мен қазір Аянатты алып келейін. Сен кешкі ас жасап жіберші. Бәріміз еш жиып кішкене әлденейік. Ал мына киімдерге тиіспе. Келген соң өзім реттеп аламын. Аслан, бөктер жақтағы қақ ортасынан 2 бөлікке бөлінген көп зираттың жанына таяды. Арғы шеттегі мазарларда осы ауылдың бай манаптарының туыстары ғана жерленген. Олар өліп бара жатса да, баратын мекеннің бір екенін, жататын қара жердің ортақ екенін ұмытса керек. Ал екінші жағы ауылдың қарапайым жұртына бұйырды. Асланның ата-анасы да осы жерде. Ол 2 ай бұрын ғана анасының басына қызыл кірпіштен тас қойдырып, күмбез орнатқан еді. Енді қасында аядай ғана дөмпешік болып әкесі де жатыр. Кішкентай Аянат қатты жылағаннан тез шаршап, әлі қашқан болуы керек, 2 мазардың ортасында талықсып ұйықтап қалыпты. Қарындасының жерде жатқанын көргенде, Аслан жаны қалмай жүгіріп, Аянатты оята бастаған еді. Ол енді бір қазаны көтер алмайды. Қарындасынан да айырылып қалдым ба деп қатты қорықты. Аянат, тұршы, көзіңді ашшы, Аянат. Жоқ, неге оянбайсың? Қошақаным, көздеріңді ашшы. Бізді тастамашы, құлыным. Аға, Аянат, тірекенсің ғой. О, құдайым, тәубе. Жүрегім ай.
Аслан қарындасының бетінен де, маңдайынан да, шашынан да құшақтап сүйе берді. Мен әбден қорқыттың ғой. Неден қорқыттың? Мені де ата-анамыз сияқты өліп қалды деп ойладың ба? Олай деп айтпа. Тұр, үстіңді қағайын. Топырақ болып қалыпты. Бұл жерге жалғыз келме деген едім ғой. Неге мен тыңдамайсың? Сені оятып едім, тұрмадың. Сосын өзім кетіп қалдым. Айда жеңгеңе неге айтпадың? Бұл оның ата-анасы емес қой. Барғысы келмейтін болар деп ойладым. Сен үйге арқама салып апарайын ба? Кел, отыра ғой. Жоқ, отырғым келмейді. Маған енді жадырап күлуге болмайды. Неге олай дедің? Бұл сөздерді саған кім үйретті? Өзім біліп алдым. Былтыр біздің сынып жетекшіміздің әкесі қайтыс болғанда, ол кісі күлмей кеткен. Менің де әкем өлді ғой, енді мен де күлмеймін. Қошақан, біздің ата-анамыз қазір жұмақта. Ол жақ өте жақсы. Құдай неге оларды жұмаққа жіберді? Сендей тәп-тәтті, тәртіпті қызды өсіріп баққандар үшін. Сен әрдайым күліп жүруің керек, себебі қасыңда мен бармын. Балаусы әпкең мен Айбар ағаң бар. Біз бәріміз сені қорғаймыз, және ешқашан жылатпаймыз. Сондықтан бұдан бұлай күлмеймін деген сөзді айтушы болма. Жарай ма? Жарайды. Ақылдым менің. Кел, арқама мін. Қазір өте алысқа ұшамыз. Таңертең Аслан әкесінің зиратын тұрғызуға кірісіп кеткен. Бұл жолы да оған ауыл азаматтары қол ұшын созды. Күндерін осы зират тұрғызумен көріп жүрген, Ертай мен Әсетте көмектескендері үшін Асланнан бір тиынды алған жоқ, қайта барлығын тиянақты жасап, қолдау білдірді. Ертай, мұна кірпіш жетпесе айтарсың, тағы алдырамын. Жоқ бауырым, осы жетіп қалар, анаңның мазар сияқты етіп жасаймыз ғой. Я, солай болсын. Екеуіңе қиын емес пе? Көмекке адам шақырмадыңдар ма? Қазір көпес екінісімен келет, бізде малғанда олар жұмыс істей берет, алаң болма. Көп рахмет жігіттер. Туған бауырдай қайғымда тең бөлісіп, көмектесіп жатырсыңдар. Оның не? Ырысбек аға мен Маусымжан апай өте жақсы кісілер еді. Сен мектеп бітіргелі қалада жүрдің ғой. Көп жағдайды білмейсің. 5 жыл бұрын менің екінші балам туа бітті сал ауруымен ауырды. Сол кездері туған туыс жағалап, тегіс елге қарызданып кеттім. Барлық жерге барып емдеттік. Тәубіне де, ең мықты дәрігеріне де. Ақыр соңында 2 жасқа толмай жатып, ұлым шетінеп кетті. Содан ешче алмай ішкілікке салындым. Сондай бір мастығым тарқамаған күні үйіме Ырысбек аға іздеп келді. Маған қарады да: Ертай, сен де менің бір ұлымсың. Сабырға кел. Құдай өзі бергенін өз алады. Мұны ақшаны алда, ел жұрттан алған қарызыңды түгел қайтар. Бұлай еңсеңде түсірме деп үйден шығып кетті. Кейін өз-өзіме келіп ақшаны санап қарасам, шынымен қарызымнан құтылатындай сом екен. Артынша әкеңді өзім іздеп бардым. Сөйтсем, ол кісі менің жағдайымды көрші қолаңнан естіп, үнсіз ғана қорасындағы 5 сиырын сатып, ақшасын маған әкеліп беріпті. Ақшаны қайтып қолына ұстатып едім, алмады. 2 дүниеде де мойныңда қарыз қалмасын балам. Еңсеңді көтергенің, менің алдымдағы қарызымды өтегенің деп есепте деді. Сол күннен бастап арақта аузыма алған емеспін. Қарыздарынан құтылып, сабырға келіп үйрендім. Ал енді бүгін Ырысбек ағаның зиратын көтеремін деп кім ойлаған? Иә, әкем парасатты адам еді. Аслан, сен қазір қандай қызметтесің? Аудармашымын. Иә, әйтеуір Маусымжан апай, Асланым Чехияға кетті, Түркиядан келді деп отыратын. Сонда сендерді ол жаққа демалсын деп жібере ме? Жоқ, тапсырыс берушінің қасында аудармашы ретінде барамыз. Францияға барса французша сөйлеп, еке бара келіс сөздерді аударып беріп отырамыз. Сөйлегенін сөзбе-сөз аудару үшін шетелге алып шығатын болса жақсы екен. Сонда барлығы қанша тіл білесің? Әзірге 6 тіл. Әзірге дейсің бе? Мынауың керемет қой. Сен онда әлгі кімсің ғой? Бундер. Қалай ет? Бундеркент. Әсет-ау, Бундеркент емес, Вундеркент деп айтылады. Кім біліпті? Біз сияқты ауылда оқымай қарайып қалғандарға бәрібір емес пе? Не деп айтсам да кешірімді. Әне, көпестерді келе жатыр. Жақсы болды. Біз аздап ел жазып алайық. Суда періп жіберші. Шынымен де көпес екінісін екі жағына ертіп келе жатыр екен. Сәлден соң Асланның қасына тақап, оны құшағына қысты. Ассаламағалейкум. Тағы да қазаның арты қайырлы болсын бауырым.
Рахмет ағасы. Аслан, сен жүре берсеңші, біз өзіміз реттестіре береміз. Үйде аяғы ауыр әйелің бар, келімді кетімді көңіл айтуға келетін кісілерің бар. Сен үйіңе қайта бер. Жақсы онда жігіттер, біраздан соң тағы келіп қайтармын. Бопты, жолыңнан қалма. Аслан әкесінің ескі нивасына отырып үйіне қарай беттеді. Үйге келсе, әйелі есік алдындағы орындықта отыр екен. Келдің бе? Тамақ ішесің бе? Жоқ, кейін ішермін. Өзің неге мұнда отырсың? Жәй, баланың дамуы үшін таза ауада көп жүру керек екен. Мейлің, Аянат көрінбейді ғой. Ол әлгі әйелі ақталып үлгеремін дегенше, көлік ішінен Асланның телефоны шырылдап, дамылтап тұрмады. Көлігіне жүгіріп алып қараса, қарындасы екен. Алло, балауса. Аға, қалайсыз? Шүкір болады, өздерің? Бізде де. Аға, Аянат біздің үйде. Өзіне сұрасам, сіз оның бұнда екені білмейді деді. Алаңдамасын деп айтып жатырмын. Сендердікіне кеткені несі? Жолдан адаспай қалай жетіп алып жүр? Бұрын әкемдермен еріп бір-екі рет келген, содан есінде қалған болу керек. Бүгінше қасында болсын. Мен қазір барамын. Аслан телефон тұтқасын қойған бетте сыртта отырған әйеліне қарай атылды. Айда, Аянат үйден кетіп қалды деп неге айтпадың? Аулада ойнап жүрген болар дедім. Қалайша бейқам қарайсың? Ол әлі кішкентай бала ғой. Қайда, не істеп жүр деп уайымдамадың ба? Аулаңдағы ит мысығың жоғалса да іздейсің ғой. Оның қасында Аянат қайынсіңлің емес пе? Аслан, сен тіптен қызықсың? Менің неше көзім бар? Болды, үндеме. Мен балауса жаққа Аянатты алып кетуге барамын. Бірге барасың ба? Жоқ, барғым келмейді. Онда үйде қал. Үйде қалда өзіңнің мінезің жайлы жақсылап ойлан. Аслан осы ашулы күйде өз ауылынан 6 шақырымдай жердегі күйеу баласы мен қарындасы тұратын ауылға жеткіп жетті. Оны есік алдынан жарас күтіп алды. Балауса жақында ғана екінші баласын босанған еді. Сондықтан төркінінде көп бола алмады. Аслан үйге кіргенде қос қарындасы кішкентай жиенін ойнатып отыр екен. Аға, келдіңіз бе? Келдім күнім. Ал мына тентек саған қалай жетіп алған, а? Мен әпкемнің қасында қаламын. Осы үйде тұрғым келеді. Қошақан, олай жасауға болмайды. Әлде сенің бізбен бірге тұрғың келмей жүр ме? Интернетта тұрғанша осы үйде тұрғаным жақсы. Мен сендермен қалаға кетпеймін. Он саған кім айтты? Аға, қайтесіз? Ашуланбаңызшы. Балауса, сен тұра тұр. Аянат, саған интернетта оқисың деп кім айтты? Сенің әйелің. Айыш, дөрекі сөйлеме, жеңгем деп айт. Айтпаймын, ол мені жек көреді. Жылап сықтай берме, бәрібір өлген атанан қайтып келмейді деді. Бағана анамның есі қалған құс жастықтың қабын тартып алып жуып тастады. Жумашы деп жалындым. Сасып кеткен жастықты не қыласың деп маған ұрысты. Енді ол үйде мені жақсы көретін адамдар жоқ, бармаймын. Аянат осы сөздерді айтты да төргі бөлмеге кіріп кетті. Асланның жүзі бозарып, өзін әрең ұстады. Балауса болса, күйеуі тысқа шығып кеткенін күтіп тұрды да, ағасын сабырға шақырмақ болды. Аға, расменде Айыш бүгін біздің үйде қалсын. Ренші басылған соң алып кетерсіз. Саған күйеуің сөйлеп жүрмей ме? Жоқ, Жараспен сөйлестім, қарсы емес. Әрі бізде сағынышымызды басар едік, аға. Мейлі онда, осында қала тұрсын. Көңіл ашылғанда хабарласарсың. Жақсы, мен кеттім. Аға, әкемнің зиратын тұрғыздыңыздар ма? Иә, кеше бастағанбыз. Ертең күмбезі дайын болады. Жарас, жиендерім мен қарындастарым өзіңе аманат. О не дегеніңіз, ағау? Балдызым қанша тұрам десе де тұра берсін. Аман есен жетіңіз. Оның өн бойын үйге қарай ашумен ұзақ қысып келді. Әйелі ас бөлмеде телефон арқылы әлдекіммен сықылықтап күліп сөйлесіп отыр екен. Күйеуінің түрін көріп, бірден тұтқаны тастай салды. Сен Аянатқа интернетта тұрасың дедің бе? Енді біз қалаға кететін болған соң. Қаршадай қызға неге олай деп айтасың? Сен неге осы мерім дегеннен жұрдайсың? Неге жастықтың қабын жуып тастадың? Аянат онда анамның исі бар деп құшақтап ұйықтап жүрді ғой. Солай жасасам, анасын тезірек ұмытар дедім. Анасын ұмытар дедім. Бала қалай өз анасын ұмытады? Айда, сен әдейі істеп тұрсың ба, жоқ әлде бұрыннан осындай қатыгез бе едің? Сен көз ашық, оқыған, тоқыған, саналы адамсың ғой. Қалайша 11 жасар балаға аузыңа келгенде айта саласың? Ол қазір Балаусаның үйінде. Үйге қайтпаймын.
Жеңге мені жек көреді деп жылап отыр. Неге балаға сонша суықсың? Аслан, бәрінен де жалықтым, шаршадым. Бұл жерде енді қалғым келмейді. Мен бәрін ойластырып қойдым. Үйді сатуға қоямыз. Егер қарындасың сол үйде қалам десе, сонда тұра берсін. Қайта бізге жақсы болады. Интернат жағалап жүрмейміз. Айтпақшы, інің әскерден келгенде, үйді сатқандағы өз үлесін сұрайтын шығар. Оған сұрағанын берерміз. Балауса онсыз да тұрмыста. Бізді бұл жерде ештеңе ұстап тұрған жоқ қой. Енді аянат үшін осы ауылда өмір бойы қалып қалмайтын шығармыз. Кет. Не дейсің? Кет деймін. Кет. Сендей әйелмен енді тұрғым келмейді. Қалаңа қазір кет. Сосын бірден ажырасуға арыз бер. Аслан, сен айтып тұрсың? Менің аяғым ауыр. Алдырып таста. Бұл саған проблема емес қой. Бірінші баламызда да дене бітімін бұзылады деп маған айтпай алдырып тастамап едің. Бірақ біз бұл баланы 3 жыл күттік қой. Аслан, қалайша алдыр деп отырсың? Осы күнге дейін мен сенің шынайы жүзіңді танымаппын. Бұндай қатыгез, тас жүрек әйел екеніңді білмей келіппін. Марқұм ата-анамның неге жылына 1 рет болсын үйімізге қонақ болып кеткілері келмей жүретіні енді түсінікті болды. Дәл қазір заттарыңды жинада, қалаңа тайып тұр, ұқтың ба? Саған таксиді өзім ақтауып беремін. Кет алмайды деп тұрсың ба? Кетемін. Бар, жолың ашық. Енді мұна өлігі көп үйге қайтып келмеспін. Байқап сөйле. Өзім білемін. Сен менің күйеуім емессің. Осы шыдағаным жетеді. Өз үйімде істемеген жұмысты істетіп, әке-шешеңді мен көрге тыққандай. Ашуға булыққан әйел аузына келгенін айтып жүріп, жүктерін жинады да, Асланның шақырған көлігімен қалаға тайып тұрды. Соңғы сөзінде, енді мені де, балаңды да көрмейсің деген еді. Аслан болса, ойдым-ойдым жолдарда шаңы бұрқырап, кетіп бара жатқан көліктің артынан қарап, үй сыртында жалғыз қала берді. Үйіне бас сұға бергені сол еді. Мал қора жақтан, Аслан аға деп айқайлап жатқан бір дауыс шықты. Осы кезде барып, оның есіне мал жайы бар екені түсті. Қара жамылып жүріп, тіршілігінің тоқтап бара жатқанын енді түсінді. Өткенде, Ырысбектің жаназасына келгенде, іргелес көршісі Темірхан Асланға жолығып, малыңы алаңдама, сен есіңді жинағанша өзім қарап, өріске айдап, жем шөбін салып отырамын деген. Бірақ бұл дауыс қырықты еңсерген Темірханның қатқыл күрең даусына ұқсамайды. Аслан дереу қолшамын алып, сол жаққа қарай беттеді. Қораның ішіне кірсе, шаштары кірпінің тікендеріндей үрпиген, тыртиған денелі қара бала тұр екен. Сен қай баласың? Темірханның ұлымын, атым Әлихан. Бүгін қойды Майлыбайдың қойшысы баққан. Біздің ауылдың қойы басқа отырға қосылып кетіпті. Әкем солардың арасынан өз қойларымызды тауып әкелуге кетті. Алмаған сіздің үйдің малын жайғастыруды тапсырды. Өзің нық сөйлейді екенсің, жарайсың. Бірақ мен бұл үйдің малын сөз үшін қарап жүргем жоқ. Әкем, егер ағасының көңіліне шықсаң, өскенде кіші қарындасына құда түсуге барамыз деді. Мен ер жеткен соң аянатқа үйленемін. Солай аға. Пысығын қарай көр. Демек саған менің аянатым ұнай ма? Мен оған жас кезімнен ғашықпын. Жас кезімнен дейсің бе? Айта қойшы, қазір сонда нешедесің, азамат? 4 күн бұрын 12-ге толдым. Аянат екеуміз бір сыныпта оқимыз. Солай де. Ал ер жеттің делік. Бірақ мен саған қарындасымды бермей қойсам ше? Бересіз аға. Менің әкем ешқашан екі сөйлемейді. Ол әрдайым уәдесінде тұрады. Құда түсеміз десек, демек түсеміз. Мені қойшының баласы деп менсінбей тұрсыз ғой. Бірақ сыныпта оқу озатымын. Кейін сіз сияқты қалада оқып келіп, көп ақша тауып келемін де, аянатқа үйленемін. Баламысың деген. Мақұл, алдымен дәу жігіт болып ал, содан соң көрерміз. Бірақ егер бұзық болып өссең, қарындасымды саған бермеймін. Құп болады аға. Мен мүлде бұзық емеспін. Тек өзіме бірінші болып тескендерді ғана ұрамын. Әкем өзімді қорғап үйрен деген. Темірхан аға сені жақсы тәрбиелепті. Өз әкесі жайлы жақсы сөз естігені құлағына майдай жағып, кішкентай Әлиханның кеудесін мақтаныш кернеп кетті. Сөйтті де, Асланға одан сайын жақындай түсіп, өзі тындырған жұмыстарын кезекпе-кезек айта бастады. Аслан аға, міне қарап көріңіз. Қораның астын тазалап, малдарға шөптерін беріп қойдым. Мал басы түгел, сауылатын 7 сиырыңыз бар екен. Оларды еміздіріп жүрміз. Бұзаулары риза. Ұмытып барады екем ғой, бір қара сиырыңыз ғана келген жоқ.
Ол ылғи да кеш келеді. Түнде өзіңіз есікті ашып кіргізіп аларсыз. Бірақ басқа біреудің сиырын кіргізіп алып жүрмеңіз. Сіздікінің оң жақ мүйізінің жартысы жоқ, және екі көзінің астында да ақ дақ бар. Өзің бәрін біледі екенсің ғой. Тұра тұр. Мә, ала ғой. Еңбегің адал екен. Жоқ, аға, алмаймын. Неге? Шын ниетіме саған риза болып беріп тұрмын. Егер алсам, сіз маған кейін аянатты бермей қоясыз. Ой, ғашығым-ай, қарындасымды ақшаға айырбастамайтын шығармын. Мә, қалтаңа салып қой. Тойыңа қазірден бастап ақша жинай бер. Рахмет, аға. Мен онда сіздің үйдің малын күнде өзім қарап тұрамын. Сау болыңыз. Әлихан қораның темір есігінен екі аттап секіре салды да, бала жүзі жадырап, үйіне қарай жүгіріп кетті. Ал Аслан, сол ақкөңіл балаға қарап, өзінің кішкентай кезін есіне алғандай болды. Аулаға қайта келген соң, қараңғылық тұмшалаған үйге кіргісі келмей, сыртта біраз тұрды. Себебі, жүрегі дауаламады. Бұл Ырысбек пен Маусымжанның жаңадан жанұя құрғандағы, алғаш ата-енеден енші алып бүлік шыққан үйлер еді. 4 перзенті де осы үйде өніп өсті. Енді міне, қолдарын жылы суға салып, немере сүйгізіп, қызығын көрсетемін бе дегенде, қос қанатынан да қапыда айырылып отыр. Ауылда тегіс түн басып, көшеде әлдебіреудің жүрісіне ызаланып үрген иттердің даусы ғана естіліп жатты. Бұдан артық сыртта тұрудың мәні жоқ. Аслан көздерін қолдарымен уқалап, үйге кіріп кетті. Өз-өзіме келіп, еңсемді көтеремін бе деп ойлаған, бірақ бергі бөлмедегі ата-анасының шашылған киімдерін көргенде, көз жасы одан сайын төгіле берді. Көз алдындағы заттардың бәрі оған бақытты күндерді еске салған. Мына бір жүншәліні анасына Аслан ең алғашқы жалақысына сатып әперген еді. Ал әкесіне ана бір жерде жатқан күдер аяқ киімді іс сапармен Германияға барған жылы әкеліп берген болатын. Бұл бөлмедегі көп затты оларға, ұл қыздары, әсіресе Аслан сыйға тартқан. Әр мейрам сайын бір келіп шетелден әкелген сыйлықтарын таратып, ата-ана, бауыр қарындастарын балаша мәз етіп кететін. Сөреде шаң басып тұрған, талай құнды кітаптар, радио, әкесіне сыйланған ең қымбат қолсағаттар, анасының күміс көзілдірігі, осының барлығы олардың артында қалды. Аслан бұл бөлмедегі ешбір затты орнынан қозғамады. Шашылған киімдердің әр қайсысын барынша мейірлене иіскеп, қайтадан шкафтарға бүктеп салып қойды. Шығарында бөлменің жарығын өшіргенімен есігін дәті барып, әрең жапты. Түнде даңғарадай үйде жалғыз өзі қалғандықтан мазасы қашқан болуы керек. Қонақ бөлмедегі диванда көзілген екен. Бірақ телефонына бейтаныс нөмірден шалынған қоңыраудан оянып кетті. Ойына ештеңе кіріп шықпаған Аслан бірден тұтқаны көтере салған. Алло? Алло, аға, қалайсыздар? Бұл мен ғой, Айбар. Үйде бәрі тыныш па? Аслан інісінің даусын естігенде орнынан үре-түре келіп абдырап қалды. Айбар? Иә, аға, мен осындағы досымның телефонынан хабарласып тұрмын. Сіз ауылдасыз ба? Қалаға кетпедіңіз бе? Жоқ, кетпедім, ауылдамын. Дұрыс жасапсыз. Әкем қайда? Хабарласып едім, телефоны өшіп тұр екен. Өз-өзіне келді ме? Осы кезде Асланның тамағына ащы өксік тығылды. Інісіне, әкемізден де айырылып қалдық деп қалай айтпақ? Аға, бәрі дұрыс па? Жақсы, жақсы. Әкем әлгі көрші кімге кеткен? Әлгі Берен ағаға ма? Иә, сол кісіге. Жаңа көршілерді жөнді танымаймын. Берен аға 2 жыл бұрын басқа ауылдан көшіп келген. Жақсы кісі. Әкем екеуі қолдары босаса болды. 9 құмалақ ойнайды. Айтпақшы, Әйеш қайда? Тұтқаны беріңізші. Өзін қатты сағындым. Ол балаусаның үйінде. 1-2 күн ойы бөлінсін деп сол жаққа жібергенбіз. Түсінікті. Менің келуіме де аз уақыт қалды, аға. Бекем болып мені күтіңіздер. Барған соң бір жағыңызға шығысамын. Мен бәріне өзім бас көз боламын. Ал жақсаға, командир көріп қоймай тұрғанда тұтқаны қоюым керек. Сіздерді қатты құшақтадым. Өзіңе абай бол. Байланыс үзілген бойда Асланның маңдайына суық тер бұрқ ете қалды. Осы қалпында өзін өзді іштей жазғырып, көңілі алай-дүлей күй кешкен. Айтпағаным дұрыс болды ма? Әлде айтуым керек пе еді? Жоқ, келгенде бірақ біле жатар. Әзірге ол жақта алаңсыз жүре тұрсын. Тәңірім өзің жар бол. Мейірім шапағатыңнан айырма.
Түс қайта қаладан биік күмбезде келіп жетті. Аслан дереу ертаймен Әсетке хабарласып, зират басына бірге барып күмбезін орнатты. Мола басында ешкім артық сөз айтқан жоқ. Барлығы Асланның көңіліне қарап сөйледі. Ертайлар тасты бірдей етіп қалапты. Міне сөйтіп, Ырысбек пен Маусымжанның аты жазылған зиратта Асланның көз алдында қатар тұрды. Кетер алдында қасындағы жігіттер жиналды да, Аслан өзі ата-анасына Құран бағыштады. Әкесі сонау, Құдай жоқ деп оқытқан совет үкіметін көрген адам болса да, ұлдарына Құран сүрелері мен ақыретте қойылатын сұрақтарды жаттатып жүретін еді. Содан бері араға 2 күн салып, Асланды үйге Аянаттың сынып жетекшісі іздеп келген еді. Азмас таныстықтан кейін сөз төркініне көшті. Әрине, отбасылық жағдайларыңызға біз мектеп ұжымы үлкен түсіністікпен қараймыз. Дегенмен де, оқу жылы енді басталып жатыр. Биыл Аянат 6 сыныпқа көшті. Оның ендігі басты қамқоршысы ретінде сізге келіп отырмын. Қарындасыңыз мектепке бару керек. Бұдан ары сабағынан қалмағаны дұрыс болады. Әйтпесе, оқу бағдарламасын дұрыс меңгере алмай қалады. Гүлмира апай, келіп ескерткеніңізге рахмет. Басым қатып жүріп, бұл жайлы ойланбаппын. Ертеңнен қалмай сабағына жіберемін. Жақсы болар еді. Мен құр келмей қажетті деген кітаптарын кітапханадан ала келдім. Қалғанын біртіндеп әкеліп аларсыздар. Рахмет, Аянатты өзім тәрбиелеп жеткіземін. Ол жағына алаңдамасаңыз болады. Сізді білімді адам деп естідім. Яғни тілмаш екенсіз. Сондықтан Аянаттың сабағына салғырт қарамайтыныңызға сенемін. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Аслан аймен күннен жаңылып жүріп, Аянаттың мектепке баратынын мүлде ұмыт қалдырыпты. Жалмажан телефонын қолға алып, күнтізбе қараса, уақыт қыркүйек айының 2 аптасына да келіп үлгеріпті. Тез арада көлікке отырып, Аянатты алып кетуге барды. Түскі шайдың дастарханын енді ғана жинастырып жатқан Балауса мен Аянатты қақпаның тарс еткен дыбысы шошытып жіберді. Аулаға шықса, ағалары келіпті. Аға, қалыңыз қалай? Келіңіз, төрлетіңіз. Осы жер болады, ботам. Мен момақанымды алып кетуге келдім. Мен ол үйге бармаймын. Аянат, Қошақан, тыңдашы. Саған енді ешкім, ешқашан дөрекі сөйлемейтін болады. Себебі, ол үйде екеуміз ғана тұрамыз. Қалай? Менмен тұрғың келмей ме? Аға, түсінбедім. Жеңгемше? Мен оны сол күні-ақ үйден қуып жібердім. Ата-анамды тірі кезінде сыйламаған әйел, өлген соң ошағын ортасына түсірері анық. Бұл жолы бәрі бітті. Енді өмір бойы әйелсіз өтсем де оны қайтып қабылдамаймын. Әке шешем, сендерді бірі табаласын деп баққан жоқ. Бауырларым үшін жаным садаға. Ағатайым, шын айтасың ба? Сен сонда мені ешқашан тастамайсың ба? Жоқ әрине, момақан. Туғандар бір-бірінен ажырай ма екен? Қане, қолыңды берші. Қара, туғандар деген мына сенің саусағыңдағы тырнақ пен ет сияқты. Міне, олар ешқашан бір-бірінен ажырай алмайды ғой. Иә, демек бізде осылай ажырамаймыз. Аянат бірден ағасының мойнына асылып, оны құшақтай кетті. Ал Балаусаның ойында бір ғана сұрақ тұрған. Аға, бұл шешіміңіз дұрыс қой, бірақ жұмысыңыз не болмақ? Сіз ауылда қалсаңыз? Уайымдама, бұл жақтан да 2 қолға 1 күрек табылар. Қалаға сотқа барғанда жолай жұмысымнан шығып, құжаттарымды әкеліп алармын. Осы ауылдың мектебіне шет тілі мұғалімі болып орналасармын. Тіпті болмаса, тіл үйірмесін ашармын. Әйтеуір бір амалын табуға тырысамын ғой. Өзіңізге ыңғайлы жолын қарастырарсыз. Аға, ұятта болса сұрайын. Жеңгем сол күні үйден кетіп қалса, демек сіздің дұрыс тамақтанбағаныңызға 2-3 күн болды деген сөз. Қазір дереу ішке кіріңіз. Мен сізді жақсылап тамақтандырайын. Аздан соң жараста келіп қалар. Үйден ауқаттанып бірге қайтыңыздар. Аслан Балаусаға еш қарсылық танытқан жоқ. Себебі қарындасының айтқандарының бәрі рас еді. Сол күннен бері дұрыстап нәр тартпағаны шындық. Қара суға қанағат етіп жүр. Ал осы күйінде Аянатты қалай қамқорлығын алмақ? Ол жағы әлі белгісіз еді. Қарындасының кешкі асы дайын болғанша, Аслан енді ғана қырқынан шыққан жиенін қолына алып, жұпар иісін құмарлана жұтып жатқан еді. Тіфәй балапан, майса сыйды өзі. Сен өскенде атаныңа қамқор болып өс жарай ма? Ақылды болсаң, нағашың саған үлкен ойыншық алып береді, жақсы жерлерде қыдыртады. Жарығым сол, исіңнен сенің.
Менің ұлым нағашысына еркелеп жатыр мекен, а? Қане аға, азаматты маған бере қойыңыз, төсегіне жатқызайын. Сіз дастарханға жайғаса беріңіз, тамақ дайын. Айөш, сен де ағамның қасына отыра бер, мен қазір келемін. Аслан үстел басына жайғасты. Қарындасы ағасының құрметіне қып-қызыл етіп шашпа палау жасап қойыпты. Иә, балауса кішкентай күнінен пысық қыз болатын. Себебі анасының да тәрбиесі қатты еді. Пысықтығы сонша, ағасынан бұрын тұрмыс құрып, үйлі болып кетті. Алғашында Аслан бұл некеге қарсы болған. Өйткені балауса ол кезде университеттің 2-ші курсында ғана оқып жүрген еді. Сондықтан алдымен оқуын аяқтап, жақсы маман иесі болғанын қалады, және бір жағынан қарындасын ұзатуға жүрегі шыдамай, іштей қызғанып жүрді. Бірақ Жарас тағы 2 жыл күтсе, балаусаны басқа жігіт алып қашып кетер деп уайымдап, ақыр өзі алып қашты. Олар бір-бірін шынайы қалап қосылғандарын білген соң, Асланның да, ата-анасының да атарға оғы болмай, келісімдерін берген еді. Балауса оқуын сырттай бөлімге ауыстырып, көрші ауылға келін болып түскен. Қазір тұңғыш қыздары 3 жаста, одан кейін міне, жақында ұлдары дүниеге келді. Аслан өткен күнді есіне алып отырып, енді астан ала бергенде, балауса да келіп үлгерді. Мені күтпей астан ала бермедіңіз бе, аға? Қазір шай құйып жіберейін. Жиенім Жарастан аумай қалыпты, тіл көзден аман болсын. Иә, аға, соған өзімді іште ренжіп қоямын. Маған тартқан бір жері жоқ, тапты деген атым ғана. Аружаның саған ұқсаған ғой, сен сияқты сүйкімді. Қайдам, ол ата-жесінің қызы, тұңғыш немереміз деп жекешелендіріп алған. Әжесінен бір елі қалмайды. Қазір сол кісілермен бірге Манастың үйінде тұрып жатыр. Манас? Қайсы әлгі былтыр үйленген кіші қайның ба? Жарас мектепте істеп жүрме? Иә, биыл дене шынықтырудан мұғалім болып жұмысқа кірді. Айлығы аздау, сондықтан кейде көлігімен қалаға таксилетіп келіп жүреді. Онысы дұрыс екен. Аянат, сен ініңді көріп келе қойшы. Бара ғой. Қазір. Өзім-ақ көріп келер едім ғой, аға. Жоқ, сен қал. Балауса, сенен болған жағдайды сұрауға ыңғайы келмей жүрді. Әр анамыз өмірден өткенде сен босанып жаттың. Ол кісі ауырған беді, неге аяқ асты айырылып қалдық? Нақты мына жерім ауырып жүр деп шағымданған емес. Білесіз ғой, анам ешқашан сыр білдірмейтін. Бірақ бізге айтпай, аудандағы дәрігерлерге қаралып жүріпті. Қан қысымы жиі көтерілген екен. Қайтыс болар алдында Аянатты далаға ойнап кел деп жіберіп, өзі төсегіне жантая кетіп, үнсіз ғана жүріп кетіпті. Әкемде қора жақта малмен әуре болып, үйге кеш оралған екен. Анам іздеп бөлмесіне кіргенінде, әкемнің жүрегі қатты қысып кетіпті. Көршілерді үйге айғайлап шақырған Аянат екен. Әйтеуір жедел жәрдем келем дегенше, ауылдың медбикесі әкеме жүректің дәрісін беріп, аман алып қалыпты. Бірақ ол кісі бәрібір де бұл қазаны көтере алмады. Сөйтті де, анам жалғыз қалмасын деп, артынан кете барды. Аға, енді біз сізге арқа сүйейміз. Үшеуміздің сізден артық жақынымызда қалмады. Айбар бәрібір келген соң, әкем жайлы естиді. Сондықтан мықты болуыңыз керек. Алаңдама, мен сендерді ешқашан тастап кетпеймін. Асыл ағам, сіз болмағанда қайтер едік? Балауса, саған тағы бір нәрсе айтайын дегенмін. Білемін, сен өте ақылдысың, оған дауым жоқ. Бірақ менің осы бір сөздерімді қаперіңде ұста. Қашанда ата-енеңді сыйла, оларға әрдайым құрмет көрсет, көңілдеріне кірбің түсіретін әрекеттерден аулақ бол. Әркез жағдайларын жасап, қабақтарын бақ. Олар кіші келіннің қолында тұрса да, жиі-жиі қонақ етіп өз үйіңе шақырып тұр. Қайын жұртыңа адал қызмет жаса, одан жаман болмайсың. Жеңгеңнің қателігін қайталама дегіңіз келе ме? Ұқтым аға, сөзіңізді есімде сақтаймын. Алтыным. Ағалы қарындас қою шайдан алып, осылай шеркелесіп отырғанда, Жараста келді. Барлығы емен жарқын әңгімелесіп, Асланды өз ауылдарының жай күйімен қысқаша таныстырып өтті. Аслан арасында балаусаға білдірмей қарап қойып отырды. Себебі қарындасының жүзінен анасын көргенде болған еді. Кетер алдында балауса ағасының қолына жылтыр дорбаға салынған біраз азық-түлік пен тамақ ұстатты. Және Жарастан жиі-жиі тамақ жіберіп тұратындығын айтқан. Бірақ Аслан
Бізден бұрын алдымен өз отбасыңды биік қой деп анық ескертті. Аянат үйіне қайтып оралған соң, сынып жетекшісіне хабарласып, ертеңгі болатын сабақтардың тізімін алды да, біртіндеп кітаптарын сөмкесіне сала бастады. Аслан болса, қарындасының қас-қабағын бағып, қасында жүр. Қошақан, құрал жабдығың түгел ме? Иә, аға. Биылдыққа жаңа киімдер алдың ба? Ақжиден үтіктелген беді? Киімдерімнің бәрі жаңа. Мамам өлмей тұрып киімдерінен бастап, қалам қағазыма дейін сатып алып берген. Сен бізге ай сайын ақша жіберіп тұрушы едің ғой? Сол ақшаға алдым деп айтқан. Ағаң ауылға келгенде киімдеріңді көрсетіп рахметіңді айтарсың деген. Рахмет. Аянат, келші. Тіземе отыра ғой. Тыңда, біз енді жаңа өмір бастаймыз. Яғни екеуміз ғана. Мен тұрғанда сен ешқашан жыламайтын боласың. Кішкентай жүрегінің осындай ауыр жағдайларды көтеріп жүрген үшін бізді кешір. Сен біздің еркемізсің. Менің жанымның бір бөлшегісің. Сенің жүзіңнен тек күлкіні көргім келеді. Сол үшін де жадыңда ата-анамызды тек жарқын бейнесін ғана сақта. Және олардың бөлмесіне енді кірме, жарай ма? Олар онсызда әрдайым жаныңда болып, сені жамандықтардан қорғап жүретін болады. Періштелер сияқты ма? Иә, періштелер сияқты. Міне, бүгінгі күннен бастап, мен сенің анаң да, әкең де, ағаң да боламын. Қандай жағдай болса да, ең алдымен маған айт. Мен саған қамқор болуға уәде беремін. Ал сен әрдайым күліп жүруге уәде бер. Уәде. Ағасының ақылдысы сол. Қанеки, сатып алған су жаңа киімдеріңді көрмейміз бе енді? Қазір алып келемін. Айтпақшы, менде тіпті 2 сөмке бар, білесің бе? Солай ма? Иә, мамам біреуі жыртылса, екіншісін ұстарсың деген. Менің сабақтан кейін алысып ойнап қайтатынымды біледі ғой. Аянаттың көздері күлімдеп, ағасына жымиып қарай кетті. Бұзығым сол. Қанша ойнағың келсе де ойнай ғой. Бұл екеуі жыртылса, басқасын алып бере саламын. Бастысы, қайтадан жадырап күлсең болғаны.